Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз жануарлар және тіршілік. Оқу мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Қазақ аңшыларының топ-тобымен басын қосатын кезі салбурын құрып, аң аулау. Оған ондап, жүздеп, бірнеше жүзге дейін аңшылар қатысып, аңы мен құсы мол жерлерге саят жасап, апталап, айлап жүреді. Белгілі этнограф Жағда Бабалық Қазақстанның даласында 11 қыран бар, мықтысы бүркіт. Әсіресе Алтай, Тянь-Шань тауларын бүркіттері мықты болады дейді. Олар түлкіге де, қасқырға да, кейде қоңыр аңдарға да түседі. Тарихқа көз жіберсек, ғұндардың кезінде аң аулау кәсіп, саят түрінде, тіпті салбурын, әскери жаттығу ретінде дәріптелгендігі туралы мәліметтер бар. 5-7 ғасырларда көк түріктер дәуірінде де аң аулау кең қанат жайған. Жошы ордасының маңында 3000 қыран құс, Құбылай ханның ордасы төңірегінде 9000 қыранның болғандығы айтылады. 1962 жылдары Қытайдан Кеңес одағына көшкен қазақтардың арасында текестік құсбегілер өздерімен бірге қыран құсын қоярда қоймай шекарадан алып өткен. Сол құсқұмарлардың ұрпақтары әлі күнге атамұраны ардақтап жүр. Ел аузында ұша берсем қанатым талат, жерге қонсам жалайыр шоралат деп бүкіл қыран біткен зар жылайды деген аңыз бар. Арасында жалайыр шора өте мықты құсбегі болған. Аспанда қалықтап бара жатқан құсты көріп, мынау қыран екен, пәлен жерге қонат, алып келіңдер, мынау ештеңеге жарамайды, қумая қойыңдар деп ұшып жүрген бүркітке дәл сипаттама берген. Ал бүркіт ұстаудың өзіндік айла тәсілдері бар. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде тұғырдан түсті деген сөз бар. Мұның негізгі мағынасы бүркіт тұғырдан түсті. Бүркіт тұғырда отыра алмайтын дәрежеде, қажыды, қартайды дегенді меңзейді де, адамға қарата айтқанда тақтан түсті. Мансабы кішірейді, бұрынғы арыстандай ақырып, бурадай зіркілдейтін уақыты өтті дегенді білдіреді. Бейнероликте айтылған ақпарат бойынша оқушылар келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: ең мықты бүркіт түрлерін атаңыз. Екінші сұрақ: ғұндардың тұсында бүркіт қандай мәнге ие болды? Үшінші сұрақ: тұғырдан түсті деген сөздің мағынасы қандай? Есте сақтаңыз оқушылар, мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әр түрлі дыбыс салып айтылатын сөздер тобы синонимдер деп аталады. Мысалы, ас, тамақ, дәм, тағам, ауқат. Не болмаса, өң, түр, түс, келбет, пішін, ажар, көрік. Жалпы синонимге өте көп сөздерді мысал етіп келтіруге болады. Есте сақтаңыздар оқушылар, мағыналары бір-біріне қарама-қарсы болып келетін сөздер антонимдер деп аталады. Мысалы, жақсы жаман, сулы құрғақ, көңілді қапалы, ал бер, биік аласа және тағы басқа сөздерді жатқыза аламыз. Оқушылар, енді жинаған теориямыз бойынша практикалық жұмыс орындайтын боламыз. Төмендегі сөздердің синоним немесе антонимін тауып жазыңыздар. Алыс, бүгін, амандасу, тіл қату, қуану, көп. Оқу тапсырмасы: синонимдер мен антонимдерді қатыстыра отырып, жануарлар дүниесі деген тақырыпта мәтін жазыңыздар. Көлемі 15 сөйлем болуы керек. Мәтін ішінде пайдаланылған синонимдер мен антонимдердің астын сызып көрсетіңіздер.